танымал әрі сұлу модель қалайша еркекке ұқсап қалды? Михаэла итальяндық танымал модель, өте бай отбасыдан шыққан. Оның нағыз итальяндық аруға тән сұлулығына бәрі тәнті болатын. Қалың қою қара шашы, мінсіз бет келбеті, фигурасы және байлығы. Мұның бәрі жігіттер тарапынан оған деген қызығушылықты арттыратын. Бірақ 30 жасқа келгенде өзінің келбетіне көңілі толмай бастайды. Пайда болған мимикалық әжімдер және оның ойынша тым жұқа еріндері оны ұсқынсыз етіп жатыр деп ойлайды. Ең бастысы, күйеуі оны тастап кетеді деп қорыққан. Бірінші, екпе жасатып еріндерін үлкейтті. Бірақ мұнымен тоқтай қалған жоқ. Одан кейін пластикалық отаға көшкені бар. Бетін тартқызды, кеудесін үлкейтті, терісін күнге күйгендей етіп қарайтты және тағысын тағы. Әр операцияның нәтижесіне көңілі толмай, қайта-қайта операция жасата берген. Нәтижесінде кезінде сылқым ару болған Михаэла қазір әйелдің киімін киіп, боянып алған еркекке ұқсап қалды. Соңғы сұхбаттарында Михаэла пластикалық оталар жасатқанына өкінетіндігін айтыпты. Бірақ болған іс болды, бояуы сіңді. Дәрігерлердің айтуынша, бұрынғы сұлулықты қайтару мүмкін емес екен. Солай, айтпақшы алдағы уақытта шығатын видеоларымды өткізіп алмас үшін парақшама жазылып қойыңыз.